Достар, баршаңызға сәлем. Арнама қош келдіңіздер. Духовкасыз, миксерсіз пісірілетін шоколадный торттың рецептімен бөлісемін. Өте дәмді, жұп-жұмсақ болып шығады. Бұл торттың ерекшелігі парда пісіретін боламыз, яғни мантоваркада пісіретін боламыз. Өздеріңіз білесіздер, духовкада да пісіріп алсаңыздар да болады, бірақ мен мантоваркада пісіріп көрдім. Пісіріп көруге кеңес беремін. Ендеше жасауға кірісейік. Ең алдымен ұнымызбен разрыхительді араластырып ыдысымызға саламыз. Сонан соң шекерді саламыз, какаомызды саламыз. Жақсылап араластырып аламыз венчиктің көмегімен. Енді жылы сүтімізді құямыз. Сүт міндетті түрде жылы болуы қажет. Сонан соң сұйық майымызды құямыз. Шүйіршік болмайтындай етіп жақсылап араластырып аламыз. Жақсылап араластырамыз. Ешқандай тершік болмауы қажет. Мінекей массамыз дайын болды. Достар, ендеше шоколадты тортымызды жасауға кірсек, ең алдымен ыдысымызды дайындап аламыз. Противеньге пергаментный бумагамызды төсеп, мен осылай жан-жағын қиып тастадым. Дайын болған массамызды, сұйықтығымызды құямыз. Жақсылап ыдыстарыңызда қалмайтындай етіп барлығын құйып шығыңыздар. Енді фольгаменен осы видеода көрсетілгендей етіп, ашылып кетпейтіндей қылып жан-жағын басып жақсылап жауып шығыңыздар. Алдын ала дайындап қойған суы қайнап тұрған мантоваркаға салып пісіретін боламыз. Мен астына 2 листін осылай бетін төмен қаратып салып дайындап қойдым. Қайнап жатқан күйінде пісіріп алатын боламыз. 45 минутқа қойып қоямыз, бетін жауып. Минуттан соң дайын шоколадты тортымызды шығаратын боламыз. Абайлаңыздар, бұл жерде сәл ептілік қажет, қолдарыңыз күйіп қалмасын. Екі жағынан ұстап осылай шығарып аламыз. Бөлме температурасында бетін ашып суытып алатын боламыз. Мінекей тортымыз әдемі болып көтеріліп піскен екен. Енді бетіне жасайтын ганашымызды дайындайтын боламыз. Шоколадты ганашты водяной баняда ертіп алатын боламыз. Мен сковородканың ішіне кішкене су құйып, осылай жасап жатырмын. Біркелкі сұйықтық болғанша бетіне сары майымызды сала отырып, осындай сұйықтық болғанша ертіп алуымыз қажет. Суыған тортымызды противеннен түсіретін боламыз. Және астындағы пергамент қағазын осылай төңкеріп алып тастаймыз. Енді бізге шоколадты ганашты бетіне жасау үшін осылай астына сеткамызды қойып жасасақ өте ыңғайлы болады. Және астына фольганы мен төседім. Аққан кезде осылай ыңғайлы болу үшін бір тегіс етіп болатындай ганашымызды құйып бетіне жасап шығатын боламыз. Жетпеген жерлеріне осылай жан-жағына біркелкі етіп құйып шықтым. Кішкене сілкіп осылай қозғап жібердім, артықтары ағып кету үшін. Шоколадты ганашымыз қатқанша бөлме температурасында ұстайтын боламыз, немесе холодильникке салып алсаңыздар да болады 5-10 минутқа. Осымен дайын. Өте дәмді, жұп-жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін.
кескенде де өте жұмсақ болып кесіледі. Достар, видео ұнаған болса, каналыма жазылып, тіркеліп, лайк басып, мені қолдап кетсеңіздер риза болып қалар едім. Сіздермен болған мен Нұрайым. Сау болыңыздар.